Сәлем баршаңа. Бүгінгі видеомызда біз миома, киста, эрозия, ісік дегендер неден пайда болады, сол жөнінде айтып өтем. Өздеріңіз білесіздер, Ақмоншақ ой дизайнер деген менің каналымның ашылғанын, және де сол каналда өткенде біз адамның биополис туралы, жалпы адамды көбіне адамның денсаулығы, адамның көңіл күйі, адамның өмірде жолы ашылып, кәсібінің жүруінің барлығы да адамның ойында екенін түсініп едік өткенде. Енді сол ойды қарап отырсақ, адамның ойы, былайша айтқанда, адамның қанын қозғайды. Мысалы, біз неге тірі болып тұрмыз? Біз қанымыз болғандықтан тірі болып тұрмыз. Яғни мен бұрынғы сабақтарда біздің басымыздағы бүткіл проблеманың барлығы да біздің ішімізде жатқанын айтқан едім. Яғни ішкі әлем. Мен өзім жалпы қыздарға, осындай мені тыңдайтын менің тыңдармандарыма ішкі әлем дегеніміз не, ол ішкі әлеммен қалай жұмыс жасауға болады, ішкі әлеммен қалай үйлесуге болады деген тақырыптарда үнемі өзімнің осындай сабақтарымды жүргізіп тұратын боламын. Сонымен өткен видеоларымда, егер де сіз менің каналымды жаңа көріп отқан болсаңыз, өткен видеоларда біздер биополе туралы, биополені таза ұстау жөнінде айтқан болатынбыз. Сіз мың жерден тәніңізді тазалай бергенмен, сіз егер де биополеңізді тазаламайтын болсаңыз, былайша айтқанда, істеген іс-әрекеттеріңіздің барлығы да бостан босқа кетеді. Біздер тәнімізден бұрын біз 7 қабаттан тұрамыз. Сол 7 қабатты тазартқаннан кейін бар біздің ішіміздегі, тәніміздегі бүкіл аурудың барлығы да кетеді. Оны былайша қарап отқанда тазарту деген ешқандай да қиын нәрсе емес. Өткенде осы менің бір көрерменім сұрақ қойды, биополені қалай тазалауға болады деп. Біз оған байланысты да видео салған болатынбыз, онда өздеріңіз қарап алыңыздар. Яғни биополені тазалаудағы ең бірінші ұстанатын қағида сіздің өзіңіздің көз қарасыңыз болу керек өмірге деген. Және де сіздің өзіңіздің басыңыздағы ойыңызды қатты қадағалап білуіңіз керексіз. Және де көп жағдайда адамды ауыртатын адамның өзгелерге ренжуі, өзгені кешіре алмауы. Яғни сіздің бір жеріңіз ауырып жүр ме қазір? Мысалы, сізде миома, киста деген неше түрлі жағдайлар болып жатыр ма? Демек, сіз ішіңізде әлі біреуді кешіре алмай жүрсіз деген сөз. Түсіндіңіз бе? Ауру да бір періште. Ол сізге сигнал беріп жатыр. Сен өмірде бірдемені дұрыс істемей жүрсің. Ойлану керек. Мен нені дұрыс істемей жүрмін? Кіммен жақсы қарым-қатынаста емес, мен кімді кешіре алмай жүрмін? Немесе көп адамдар баяғы ит жылғы өтіп кеткен бір күндерін әлі мойындарына арқалап алып жүреді. Өткен күн өтіп кетті. Болды. Өткен күн тек сіздің басыңызда бар. Болды. Басқа еш жерде жоқ. Барлық уақытта да қазіргі сәт. Сондықтан да ауырып жүрген болсаңыз, немесе жолыңыз байланып жүрген болса, немесе бір ісіңіз алға баспай жүрген болатын болса, осы жағын ойланыңыз. Ішкі жан дүниеңізге сүңгіп жіберіп ойланыңыз. Мен нені ұмыта алмай жүрмін? Мен не жаман нәрсені бойымнан шығарып тастай алмай жүрмін? Мен өткендегі нені арқалап жүрмін? Көрдіңіз бе? Міне, сол ішіңізге түсіп, ойланып, бір сәт өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасап үйреніңіз. Көрдіңіз бе? Енді сіз ренжіген кезде біздің ішімізде қандай жағдай болады? Соған тоқталайық да? Мүмкін осы жағдайды түсінгеннен кейін сіздің өміріңізде өзгеріс басталатын шығар. Мысалы, жаңа алдында айтқандай, біздің өн бойымыздағы, бізді тірі қылып тұрған, біздің ағзамыздағы айналып тұрған қан. Ол қан да бекерден бекер айналып тұрған жоқ. Ол қанның да өзінің айналу жүйесі бар. Қазір міне естіп жатсаңыздар, көбі айтып жатады, чакра деп айтып жатады. О чакра деп отқанымыз осы. Біздің ішімізде үлкен-үлкен құдық сияқты, 7 құдық сияқты жер бар. Яғни ол жер арқылы біздің қанымыздың
өзінің ағу арналары бір жүйеленген. Біз енді қазір оны былай түсіндіруге болады. Мысалы біздер қазір телефон қолданамыз, телефонды компьютер қолданамыз, былайша айтқанда бүткіл біздің шаруамызды бітіріп отқан осылар. Оны ойлап тапқан адам, ал адамды ойлап тапқан жаратылыс Алла тағала. Қараңызшы, адамның жаратқаны бізді соншалықты күшті кәдемізге жарап отыр, бізді Құдай жаратты. Демек, біз өзіміздің осы керемет Алла тағаланың жаратқан керемет құрылғысы екенімізді түсіне алмаймыз. Вот мен өзімнің сабақтарымда, видеоларымда осыны айтқым келеді. Біз өзіміз керемет жаратылған құрылғымыз. Біз өзіміз ауырсақ, бізді өзіміз емдеп алатын мүмкіндік бар. Бірақ өкінішке орай біздер соның барлығында өзіміздің бойымыздан іздемейміз, далада сырттан іздеп кетеміз. Дәрігерге өкпелеп жүрміз, ренжіп жүрміз. Ал дәрігерге сіз қай уақытта барасыз? Дәрігерге уже сіз тәніңізде ісік болып, жара болып бардыңыз деген сөз, сіз уже қаншама уақыт өткізіп алып бардыңыз деген сөз. Сізді егер дәрігер емдей алмаса, оған ренжудің қажеті жоқ. Көрдіңіз ба? Міне, сондықтан да енді сол ішкі әлемде не болып жатыр? Мысалы, сіз біреуге ренжідіңіз дейік. Жолда келе жатыр едіңіз, баяғы бір өзіңіздің жек көретін бір адамыңызды кездестіріп қалдыңыз, өзіңіз ренжіп жүрген бір адамды кездестіріп қалдыңыз дейік. Сол кезде не болады? Қазақ бекерден бекер айтпайды, менің қаным басыма шапты деп. Көрдіңіз ба? Не істейсіз ананы көрген кезде? Ренжисіз. Ренжіген кезде өзінің жолымен ағып келе жатқан, өзінің ырғағымен ағып келе жатқан қан бір сәт, яғни ырғағынан жаңылады. Немесе ана төмен қарай ағып жатқан қан жоғары қарай бірдемеге соққан сияқты болады. Көрдіңіз ба? Немесе мысалы қарапайым су ағып келе жатады, судың алдына бөгет қойсаң, су бетіп шашырап кетеді. Екпіні қатты болса, ана труба жарылып кетуі мүмкін. Сол сияқты бізде де ренжіген кезде біздің қан тамырларымыздың бойынан осындай бір өзгерістер болады. Кейбір әлсіз жіңішке тамырлар үзіліп кетеді. Біздің өн бойымыз тұрған тамыр. Тамыр не үшін керек? Тамыр деп отқанымыз мына қанды біздің бақайымыздан мына төбемізге дейін жеткізеді. Көрдіңіз ба? Не істейді? Сіз ашуландыңыз, қанның екпіні мықты болды. Сол кезде майда қан тамырлар үзіліп кетеді. Түсіндіңіз ба? Енді егерде сіз мысалы қазір кезде көбі айтады, мысалы менің сабағыма келетіндер бар, айтады, есте сақтау қабілетім төмен деп айтады. Неге есте сақтау қабілеті төмен? Немесе қазір неге Альцгеймер деген, неге алжушылық? Неге ерте алжушылық көп? Неге ерте алжиды адамдар? Себебі өйстіп әркімге ашуланып жүреді, басындағы қан тамырларды үзіп алады. Сол үзілген қан тамырлар енді ол ар жағында өздігінен жалғанып кете алмайды. Не істейді? Енді ол бір үзіліп кеткені бір. Енді одан кейін оның одан шығатын қан баратта, шығатта енді жайлап, біздің органдарымызға жайлап жинала береді. Әр жерден үзілген тамырдың қаны үзіліп, әр жерде жинала береді. Күндердің күнде сол жиналған қан бір жерге жиналып, сол жерде ісік тудырады, немесе сол жерде бір ет сияқты өсінді пайда болады. Яғни былайша қарап отырсаң, ол біздің басымыздағы шіріп қалған қандар. Көрдіңіз бе? Міне, сіз қаншама біреуге ашуланамын, ренжимін деп, сіз қаншама өзіңізге зиян жасап жатырсыз. Ол сізге ренжіп жүрген адам ол ештеңені түсінбейтін шығар, кете беретін шығар, бірақ зиянның бәрін сіз өзіңіз көріп жатырсыз. Жалпы қыздар, айтайын дегенім, бұл жерде тағы да мынаны ескеріңіздер. Сізді ренжіткен адам, оған ренжуге болмайды. Ол айтады ғой, Алланың әрбір ісі қайырлы. Көрдіңіз ба? Сізді ренжіткен адам да, ол сізге мына Алла тағала оны әдейі жіберіп тұр. Жалпы айтады, мұсылманның айнасы. Сізді ренжіткен адамның бойынан сіз қандай қасиетті жаман көресіз, сізде де сол қасиет бар деген сөз. Көрдіңіз ба? Сіз ол ақиқатты қабылдасаңыз да, қабылдамасаңыз да, ол осындай шындық.
Міне, егер де сіз өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасайтын болсаңыз, мен өзімнің сабақ өткізіп жүрген барысында мен көптеген адамдарды сөйлестім, мысалы сабақтарымның нәтижелерін көрген кезде, шынымен де басында келгенде барлығы да келеді, ойбай деп мойындамайды, жоқ, мен ондай емеспін, мен сондай емеспін деп, бірақ жайлап білімнің арқасында өздерінің бойындағы надандықтарды жеңгеннен кейін барып түсінеді. Мә, шынымен де мен енемді пәлендейтінім, оказывается, мен енеме ұқсайды екенмін, енемнің ана мінезі менде бар, күйеуімнің мына мінезі бар, абысынымның мына мінезі менде бар деп мойындап жатады. Көрдіңіз ба? Жалпы адамның мына бағының ашылуы дейді ғой, өзінің өзі мойындаудан басталады. Көрдіңіз ба? Ол үшін бізге әрине осындай жақсы керемет білімдер керек. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді, комментарийлеріңізді беріп отырыңыздар. Сіздерді басқа қандай тағы да сұрақтар мазалайды, сол сұрақтарды да қойып отыруларыңызға болады. Енді мен осы жерде қыздар тағы да бір мына нәрсені айтып кетейін. Жаңа айттым ғой, біздің организміміз өте, біздің мына денеміз, тәніміз, біздің мына жаратылысымыз өте ақылды, былайша айтқанда өте ақылды құрылғы. Көрдіңіз бе? Енді мына ашуланған кезде де сізден шығатын энергия, ол өзі әр адамның, сіз ашуланған адамдардың ретіне қарай әр жерде өзі біздің организмімізде бір реакциялар жүріп жатады. Мысалы, сіз күйеуіңізге көп ренжисіз бе, немесе ер адамға көбірек ренжисіз бе, сіздің жатырыңыз, немесе ер адамдарда әйел адамға көп ренжи ме, демек ол кісінің мына ер адамдардың өздерінің нелері бар ғой, жаңағы біздердің маткамыз сияқты органдары бар ғой, міне сол жерлер зардап шегеді. Көрдіңіз бе? Сіз күйеуіңізге ренжитін болсаңыз, сіздің маткаңыздегі қан тамырлары сол жерде өзгеріс болады. Көрдіңіз бе? Сол жер алады соққыны. Немесе сіз егерде үкіметке, жұмысқа, айналадағы көрші көлемге ренжитін болсаңыз, онда сіздің бүйрегіңіз соққы алады. Ал бауырыңызға ренжитін болсаңыз, тума-туыс бауырларыңызға ренжитін болсаңыз, онда сіздің бауырыңыз соққы алады. Көрдіңіз бе? Немесе сіз біреуге өкпелейтін болсаңыз, сол сіздегі өкпелеген, сізден шыққан жаман жағымсыз энергия ол өкпеге салмағын түсіреді. Өкпесі ауырып жүр деген сөз, немесе қолқасы ауырып жүр деген сөз, ол адам біреуге іштей біреуге қатты өкпелеп, сол өкпе ренішін шығара алмай жүр деген сөз екен. Көрдіңіз бе? Міне, сол сияқты сіздің басыңыздағы ойыңызға қарай біздің мына организміміз соған қарай әрекет етіп тұрады. Сондықтан да адамды кешіріп біліңіз, кешіріп үйреніңіз. Өзі Алла тағала айтады ғой, мен кешірімді құлдарымды жақсы көремін дейді. Көрдіңіз бе? Кешіріңіз. Егер де Аллаға жағам дейтін болсаңыз, кешіріңіз. Адамды кешірмей, көрдіңіз бе? Сіз 1000 жерден дұға етсеңіз де, 1000 жерден сіз білім алсаңыз да, 1000 жерден намаз оқысаңыз да, сіздің намазыңыз қабыл болмайды, сіздің дұғаңыз қабыл болмайды. Сіздің көңіліңізде ешқандай да өкпе, реніш деген болмау керек. Жалпы қыздар, мен алда осы өкпе, реніш, биополияны қалай тазалауға болады деген бағытта өзімнің марафонымды жүргіземін. Алғыс және ниеттегі марафоным бар менің өткізіп жүрген. Әрине мен әлі үлкен мынандай аудиторияға шыққан жоқпын, бірақ өзімнің аудиториямның жетістігі өте жақсы. Содан кейін 41 күндік дұға деген бар, бұл интеллектуалдық дұғалар. Бірақ ол дұғаға қатысу үшін, ол марафонға қатысу үшін міндетті түрде бірінші алғыс және ниет деген марафонға қатысып, өзіңіздің ниетіңізді дұрыстап, алғыс айтып білуіңіз керек. Әрине біреулер марафонға қатысқанға дейін көп адамдар айтады, ойбай, мен алғыс деген айтып жүрмін дейді, ниетім дұрыс дейді. Ал бірақ марафонға қатысып, өздерімен өздері жұмыс жасап, мен бағыттаған сұрақтармен жұмыс жасаған кезде мүлдем олай емес екенін түсінеді. Ал бүгінге әзірше сабағым осы, яғни миома, киста, эрозия дегендердің барлығы да өкпе реніштен болып жүр. Осыны ұмытпаңыз. Дәрігерге барып, дәрігердің басын ауыртып, менді жаңағы
емдемеді деп ренжімеңіз. Дәрігерге ренжіген сайын сіздің почкаңыз зардап шеге береді, бүйрегіңіз зардап шеге береді. Одан да өзіңізді, өз мініңізді қолыңызға алып, өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасаңыз. Ал мен сіздерге осы бағытта көмектесетін боламын. Баршаңызға да сәттілік, каналға тіркеліңіз, лайк басуды ұмытып кетпеңіз. Сау болыңыздар.